Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін ең дәмді етті пирог дайындаймыз. Пирогымыздың қамыры нәзік, дәмді, салмасы шырынды болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен, егер де арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Ал енді пирогымыздың қамырына кірісеміз. Қаймаққа ертілген сары май және жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұн, дәміне қарай тұз және бір қасық разрыхлитель қосып араластырамыз. Ұнды бір дестен бәрін емес, аз мөлшерден керегіне қарай қосыңыздар, себебі көрсетілген мөлшерден аз немесе көбірек кетуі мүмкін. Егер де ұнын көп қосып қойсақ, қамырымыз қатты болып қалады. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр елеп, мұздатқышқа 20-30 минут уақытқа алып қоямыз. Қамырымыз демалғанша пирогтың салмасына кірісеміз. Салмасына сиыр етінің фаршы керек, пиязды майдалап турап, ташымызға қосамыз. Бірнеше картопты да майдалап төртбұрыштылап тураймыз. Туралған картоптарымызды фарш пен пиязға қосып, дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Мұздатқышта демалған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкендеу, бір бөлігі кішілеу болу керек. Қамырдың кіші бөлігін уақытша шетке ала тұрамыз. Әзірге үлкен бөлігіне ұн сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз қатты қалың емес, жұқа емес, орташа болуы тиіс. Табаны майлап, немесе үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жаямыз. Пирогтың салмасын қамырға салып, жақсылап біркелкі қылып жайып шығамыз. Қамырдың кіші екінші бөлігін жайып, салманың үстінен жауып шығамыз. Екі қамырдың шеттерін бір-біріне қыстырып шығамыз. Қамырдың қыстырылған жерлерін қолымызбен қайырып, әдемілеп өріп шығамыз. Пирогтың бетінен кішкене пышақпен тілімдеп кесіп шығамыз. Пирогымыз әдемі қызарып пісу үшін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Кунжут немесе мак сеуіп шықсаңыздар да болады. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған пеште 40 минуттай уақыт пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап, өз ойыммен бөлісе кетіңіздер. Егер де видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.